Армысыздар достар, халқымыз отырған қыз орнын табады деп жұбатады да, отырған жігіт қыз алар, отырған қызды кім алар деп қорқытаты жұрымбайды. Relationship Bridge to the Soul деген кітаптың құнды ұсыныстарымен бірлестіре отырып, бүгін және де ой бөліспекпін. Біз алдыңғы лекциямызда қандай бір мықты адамның да өз көңіліндегі бостықты толтырар, жанын жылулыққа шомдырар, бір мейірімге мұқтаж болатынын, сол үшін аласұрып махаббат іздейтінін айтып өттік. Ендеше жасы жетсе де өзіне лайық жұп кездестіре алмай жүрген қыз жігіттердің сонда көңілі тоқ болған соң, еш кемдігі жоқ болған соң, жан біткенді жақтырмай жүрме? Міне осындай бір заңды сұрақ туады. Әрине, жалғыздық тек жаратушыға ғана жарасады. Ешкім де жалғыздықты қаламайды, бірақ өзін ғана басты орынға қойған жағдайда кемшіліксіз адам табу қиынның қиыны. Жасы жетсе де бойдақ жүрген қыз жігіттерге кітаптағы тағылымдамалар бойынша бірнеше маңызды кеңес дайындадым. Кешегі ойдың түйінін қайталай кетейін. Ең алдымен өз көңіліңізге не жетіспейтінін, қандай нәрсеге зәру екеніңізді анықтаңыз. Сонда бақытыңызды тезірек табасыз. Ал сіз ұнатқан адам пиғыл танытпай жүрсе, білмегенсіп шылбыр қашағандыққа салынса, дәл сол адамның көңіліндегі кемдікті, неден секем алып, нені қалайтынын, қандай ортада қалай өскенін бақылаңыз, сұрап біліңіз. Сонда нысанаңызға ғылыми түрде жете бастайсыз. Әрине, бұл ғаламның жаратылысы қандай жұмбақ болса, адамның көңілі де сондай жұмбақ. Біз біреуге жағу үшін өмір сүрмейміз, бірақ жағымды болу, бақытты өмірдің кілтін қолға алумен бірдей. Көп қыздар қыруар уақыты мен қаржысын сұлулыққа арнайды. Сұлу болсам жігіттердің бәрін баураймын деп ойлайды. Бірақ сұлу қыздар отырып қалмайды деп кім айтады? Сосын отырып қалудан қорқып, өзі сырын білмейтін, кез келген біреудің етегінен ұстап, өмір бойы еңіреп жүргендер қаншама. Тек сыртқы сұлулыққа ғана сеніп, табанының бүрі жоқ серілерге бір кештік болған сұлулармен сылқындар қаншама. Жігіттер әрине сұлулармен көңіл көтеруге ынтызарақ, бірақ оларды өмірлік жар ретінде таңдағысы келмейді. Ал жағымды жанның жанарының алдында, оның мейірімі мен ақылға толы сөздерінің алдында тізе бүкпейтін еркек жоқ. Ендеше жағымдылық деген қандай болады? Бұл туралы әйгілі сөз зергері Ғабит Мүсіреповтың әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді деген әйгілі сөзін еске алайық. Сосын ақындарымыз назыменен күйдірген, қылығымен сүйдірген деп жырлайтыны тағы бар. Қыздың бақытты болуын, өз мұратына жетіп, жаны жайсан жар табуын қазақ қыз қылығынан деген бір-ақ ауыз сөзге сыйдырып айтқан. Гүл жұпарлы болса, ара өзі іздеп келіп қонады деген сөз бар. Бірақ біз оқыған кітаптардағы қарым-қатынас ғылымында бір адамға жақындасқың келсе, өтініш айта біл дегенді ұсынады. Кейбір қыздар уақытын алмайынша ұят болар деп тартынады да, өзі ұнатып тұрған жанға да бірер ауыз өтініш айтып, өз тарапынан орай туатын сәт қарастырмайды. Демек, жоспарлы түрде қарекеттенбейді. Менің берер бірінші кеңесім, ұнаттыңыз ба? Әуірелеңіз. Ол орындауға қиын емес өтініштер айтып көріңіз. Қыздың назы, арудың назары деген сол. Арадағы сыйластық пен қимастық солайда солай тұтанып кетуі ғажап емес. Жатқан тастың астынан су жүгірмейді деген нақыл бар. Үндемеген үйдей пәледен құтылады демекші, үндемеген қыз үйлен алмай қалуы да ғажап емес. Екінші, ғашықтың тілі тілсіз тіл. Яғни көзінің қарасы демекші, өзі үндемесе де көзі сөйлеп тұратын арулар болады. Ондай қызға жігіттер бал құймелеген арадай анталаса, ал сонымен қатар отырған, сезімін ішінде жасырып төменшіктеген ұяң қыздың бар екенін де ешкім байқамай қалуы мүмкін. Сөзбен айтып құлата алмағанды көзбен атып құлатуға болады. Бұл Жапонның халық мақалы. Үшінші, қанышайымның тәсілін қолданыңыз. Патшаның көңіл ауып қалмасы үшін Қаншайым ордаға өзінен сұлу қыздарды қабылдамауға тырысады.
Демек, маңызды кездесулерге өзіңізден де баурағыш әдемі құрбыңызды ертіп бармаңыз. Өзіңіз күнгейде болуға тырысыңыз. Шешуші сәтте басқалардың артықшылығы сізді көлеңкелеп қалмайтындай болсын. 4. Өзіңізді төңіректеген жігіттердің сізден нені қалайтынын бақылаңыз. Бірден үйлену туралы әңгіме қозғап, өзінің дос-жаран, туыс-туғанымен таныстырғысы келетіндер болады да, ал оның бәрін құпия ұстап, тіпті жалған есім қолданып, сырғақтап сырын айта бермейтіндер де кезігеді. Әрине, тәтті өтіріктен ашты шындық артық. 5. Басым көп жігіттер таныса салып, өзінен қарыз сұраған қызды жек көреді. Әрине, экономикалық мүддемен араласып кеткен қатынас ұзаққа бармайды. Жігіт сізді айлығыңыз немесе байлығыңыз үшін емес, сыртқы сұлулығыңыз үшін де емес, әңгіме айтып сырласуды жүрегі қалап жағалайтын болсын. 6. Өзін аяламайтын адам сізді де аямайды. Жігіттің туыс-туғанының байлық мәнсабынан гөрі оның өз уақытын қаншалықты орналастыра білетіні, денсаулығы мен жанашырларына қалай көңіл бөлетіні, уәдеге беріктігі басты қасиет. Егер бұл қасиеттерінен төмен нөмір алса, оның күйдім-сүйдімінен де үлкен нәтиже шықпайды. Әрине, қыздарға айтар кеңесті бұдан да кеңірек толғануға болар, бірақ біздің уақытымыз шекті. Ендігісін оқырмандарымызда лебіз қалдырып айта жатыр, бұл қаншама лекцияға арқау болатын үлкен тақырып. Қыздарымызға ана болу бақыты, аналарымызға әже болу бақыты бұйырғай. Сіздермен ой бөліскен Ықылас Оразбай.